Абдулла, мен ауылда кәсіпкерлік жағынан баяғы бала кезден арманым, яғни мал шаруашылығы жағынан. Бүгінгі сұхбатымыз, яғни Жүсіпәлиев Қойшыбай ата. Жүсіпәлиев Қойшыбай атамен сұхбат болады. Ата, мал шаруашылық жағынан өзіңіз тиімді жағын айтып өтсеңіз. Мен Жүсіпәлиев Қойшыбай 41-ші жылы дүниеге келгем. Әкем шаруада көп жыл еңбек еткен, мал баққан, содан соғысқа қатысқан кісі. Содан көрген білгенімізді біле отырып, қызмет жасадық, оның аяғы келіп, мал шаруашылығымен айналыстым. Мал шаруашылығында 20 жыл совхоздың малын бақтым. Ылғи алдыңғы қатарда болдым. Оның арты келіп, өзім егемендік алғаннан кейін өзім жеке кәсіпкер болып мал жинадым. Сол малдың арты қазір бала шағамның үлесінде, сол бала шағам қарайды. Қазір мал шаруашылығында малымда майда мал, ірі қара мал, бәрі де бар, түр-түрімен. Қазір Талас деген елді мекенде бір қыстауымыз бар, сонда отырады қысы-жазы. Мал бағуды оңай емес, бірақ соған төзе білу керек, баға білу керек, жағдайының бәрін жасау керек малдың да. Міне соның өзі адамға көп күш қуат береді. Ол жесең ет, сатсаң тиын тебен, балаларыңа да, өзіңе де ақша, қалтаң да ақша болады. Бірақ оны жинау да оңай емес, оған ертелі-кеш қарау керек. Қысы жазда бірдей қарап отпасаң, ол саған мал өздігінен мал болып жаралануына құралмайды. Сондықтан оған ерінбей жұмыс істеу керек. Ауруының қыста өзі білесіңдер, қыстың өзі қырауда, далада суықта жүруде оңай емес. Сондықтан оны төзе білу керек. Қазір Құдайға шүкір, балаларым сол малдың арқасында күнелтіп, жақсы шаруашылығымыз қазір. Міне үй жайымыз бар, барлығы сол малдың арқасында пайда болып жатқан нәрсе. Сенгі жасымыз келсе де, сол малдың несінен әлі балаларымызға бағыт бағдарлама беріп отырамыз. Жасы бар, үлкені бар, былай қыңдар деп, бізден ақыл сұрап отырады. Соны айтып отырамыз. Қазір жаман емес, балаларым бәрі малға бейімді. Міне менің мал жөнінде. Рахмет ата сізге. Міне көріп отырсыздар, зияны көп болғанмен, бірақ пайдасы одан да көп екен. Сол. Ата сізге естіп, ақыл кеңес айтқаныңызға мың алғыс. Рахмет, еңбегің жансын, айналайын.